Бәріне сәлем, сіздермен Бақтияр. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз тригонометрия негіздері. Тригонометрия жалпы математиканың үлкен бөлімі, үлкен тақырып. Бұл тақырыпты яғни бір видеомен қамту қиын. Сол себепті алдағы уақытта видеолар күтіңіздер. Бүгінгі яғни кіріспе тақырыбымыз тригонометрия негіздері. Олай болса кеттік. Енді анықтамадан бастайық. Тригонометрия жалпы тікбұрышты үшбұрыштың қабырғалары және бұрыштарының қатынасын қарастыратын функциялар. Енді қабырғалар мен бұрыштардың қатынасы деп отырмыз ғой. Ол бізде тригонометриялық қатынастар деп атаймыз. Ол тікбұрышты үшбұрыштағы қабырғалардың ұзындықтарының қатынастарын атаймыз. Яғни оны көрсететін болсақ, яғни біз тікбұрышты үшбұрыш тригонометрия қатынастар, бұл тікбұрышты үшбұрыш дегеніміз, яғни өзіміз білетіндей, яғни бір қабырғасы бізде 90 градусқа тең болатын үшбұрышты айтамыз. Яғни бізге оған 90 градусқа қарамақ жатқан қабырғасы бізде не болады? Яғни гипотенуза. Ал мынау қазір дұрыс сызбай кеттім мен қазір. Кетпеңіздер. Яғни тікбұрышқа қарсы жатқан қабырғасы бізде гипотенуза. Ал қалған екі катеті, яғни қарсы жатқан, яғни мына жақта біз қазір бір альфа бұрышын сызатын болсақ, осылайынан альфа бұрышы болатын болса, яғни осы альфа бұрышына қарсы жатқан катетті біз, яғни соответственно қарсы жатқан катет деп айтамыз. Ал енді оған іргелес жатқан, яғни бұл Б катеті бізде. Енді көбінесе осылайынан белгілейміз, яғни гипотенузаның С, А, Б дегендей катеттерді. Олай болса, яғни синус альфа дегеніміз не? Яғни осы альфа бұрышының синусы дегеніміз не? Ол бізде осы қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Яғни көріп отырмыз ғой, қарсы жатқан катет бізде А, ал гипотенуза бізде С. Яғни синус альфа сонда бізде қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы болады екен. Яғни ол А бөлінген С-ға. Ал енді косинус альфа деп отырғанымыз, ол бізде іргелес жатқан катеттің, яғни Б катетінің гипотенузаға қатынасы болады. Ал енді тангенс альфаның яғни анықтамасы бойынша, ол бізде қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы. Ал котангенс альфа екеуі бір-біріне кері функция болып салынады. Ол бізде іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катетке қатынасы болып саналады екен. Енді бұл жерден, яғни Пифагор теоремасы да барлықтарыңызға белгілі деп ойлаймын. Бұл яғни гипотенузаның, яғни екі катеттің квадраттарының қосындысы бізде нені береді? Яғни гипотенузаның квадратын береді. Астында бұл бізде, яғни катеттердің табуды өрнектеу мына жерде. Яғни А катетін, Б катетін табуды өрнектеу. Олай болса, келесі бетте бізде бірден мысал көшейік. Бізде көріп отырғанымыздай АБС үшбұрышы, тікбұрышты үшбұрыш берілген. Одан кейін суреттегі мәліметтерге байланысты синус альфа мен тангенс беттаның өрнегінің мәндерін табыңыз дейді. Көбінісін мәнін табыңыз дейді бізге. Олай болатын болса, біз неге солай қалай, яғни альфа бұрышы бізде мынау. Ал бізде бетта бұрышы, ол бізде осы бұрышқа сай келеді. Бетта бұрышы осы бұрышқа сай келеді. Енді мына жерде біз Пифагормен тапсақ болады, яғни бірден табылса, яғни 25-тен 9 айтсақ 16, яғни 16-ның түбірін алсақ, ол бізде Б-сы, яғни бізде 4-ке тең болады екен. Ал енді біз бағана айттық, синус альфа дегеніміз, ол қарсы жатқан катеттің, альфа бұрышына қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы. Яғни біз синус альфаны жазайық мында. Синус альфа дегеніміз, ол қарсы жатқан катетіміз 4, оның гипотенуза қатынасы 5, яғни 4-тің 5-ке қатынасы. Ал енді тангенс бетта. Тангенс бетта дегеніміз, ол бізде қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы. Енді осы жерде көбісі шатасып кетуі мүмкін. Енді біз альфа бұрышын алмаймыз, қай бұрышты аламыз? Яғни бетта бұрышын аламыз. Бетта бұрышында бізде қарсы жатқан катет қайсысы? Ол 3. Мына бұрышқа қарсы жатқан бізде 3 ол. 3. Яғни оған іргелес жатқан ол 4. Демек, біздің қатынасымыз қалай болады? 3-тің 4-ке қатынасындай. Енді бізге айтып тұр, екеуінің бір-біріне көбейтіндісі. Яғни синус альфа көбейтілген бізде тангенс бетта тең болады, сонда 4-тің 5-ке қатынасы көбейтілген 3-тің 4-ке қатынасы. Енді 4-тер бізде қысқарады, сонда бізде 3 бөлінген 5 қалады екен. Болды. Яғни бұл көріп отырғандарыңыз өте оңай. Енді тригонометрияда бізде радианды градусқа және
кері аудару, яғни радианды градусқа, градусты радианға аудару формулалары бар. Өте қарапайым формулалар. Яғни біз қандай да бір градустар болсын, мысалы айтқанда, қазір өзімізге көптеген танымал бұрыштар, яғни танымал градустар бізде қандай, яғни ол 30 градус, мысалы 30 градус алатын болсақ, оны біз енді радианға ауыстыру үшін, яғни пи бөлінген 180 градусқа көбейтеміз. Яғни формула бойынша. Сонда, яғни бізде 30 градуспен 180 градусты қысқартсақ қайда қалады? Бізде мына жақта 6 алады. Демек, радианға ауыстырған кезде пи бөлінген 6. Яғни 30 градусымыз бізде радианға ауыстырған кезде пи бөлінген 6-ға тең болады екен. Дәл солай тағы біреуін жазсақ, мысалы қай көрсін, мысалы 60 градусты алайық. 60 градусты алайық, бұл бізде дәл солай осы формула қоямыз. Яғни ол қысқарса бізде 3 қалады. Демек, 60 градусымыз ол радианға ауыстырған кезде пи бөлінген 3-ге тең болады екен. Және де кері бағытта алатын болсақ, яғни радианды градусқа айналдыру. Радиандар болсын, мысалы бізде пи бөлінген 4 болсын, ол бізде 45 градус. Яғни осыны градусқа ауыстырып көрейік. Градусқа ауыстыратын болсақ, не болады? Яғни пилар қысқарады, 180 мен 4 қысқарады, сонда бізде 45 градус қалады екен. Яғни кері және де градусты радианға ауыстыру, одан кейін радианды градусқа ауыстыру формулалары осылай болады екен. Енді тригонометрия енді бірлік шеңберсіз тригонометрия болмайды ғой. Енді тригонометрияны бірлік шеңбер арқылы түсіндіреміз. Бұл жердегі мына шеңберді көріп отырмыз, бағымыз. Бұл шеңберде бірлік шеңбер дегеніміз жалпы центрі координаталар басында орналасқан. Центрі мен координаталар басында. Ал радиусы 1-ге тең шеңбер. Радиусы 1-ге тең. Бірлік шеңбер арқылы тригонометрик функциялар анықталады. Яғни бізге айтып тұр, бірлік шеңбер арқылы тригонометрик функцияларды табуға болады деп тұр. Енді ол қалай табамыз? Яғни қарап отырсақ, мына бірлік шеңберде біз мына бөлігі неге ұқсап тұр? Бағанағы тік бұрышты үшбұрышқа ұқсап тұр. Тік бұрышты үшбұрышқа, яғни альфа бұрышы бар. Альфа бұрышы дегеніміз ол бізде қазіргі уақытта, яғни ОМ мен ОХ-тің арасындағы бұрыш. Яғни ОХ өзі ғой, ОХ өзі және де ОМ бір кесіндісі деп айтсақ та болады. Яғни осы кесінді мен ОХ өзінің арасындағы бұрышты біз альфа бұрыш деп айтамыз. Яғни осы бұрышпен біз қазір өрнектеу арқылы синус синусты және де косинусымызды таба аламыз. Яғни қарасақ, біз бағана қатынастар айттық, тік бұрышты үшбұрышта альфа бұрышына қарама-қарсы жатқан қабырға мен гипотенузаға қатынасы бізде синус альфа береді дедік. Демек, синус альфа деп отырғанымыз неге тең болады? Тік бұрышты, яғни альфа бұрышына қарама-қарсы жатқан қабырға бізде қазір бұл мына бұрыш қой. Мына қабырға бұл бізде неге тең болып тұр? Яғни y-ға тең болып тұр. Ал енді гипотенуза бізде неге тең болып тұр? 1-ге. Демек, синус альфамыз ол бізде y-ті 1-ге бөлсек y-дің өзі шығады. Демек, y дегеніміз ол синус альфаға тең болады екен. Яғни бұл бізде ординаты өсі, демек неге тең? Синус альфаға. Яғни синусқа бізде ординаты өсі тең болады. Ал енді косинустың дәл солай өрнектесек болады бұл жерден. Яғни косинус дегеніміз ол бізде альфа бұрышында іргелес жатқан қабырға міне x қабырғасы. Яғни осы іргелес жатқан қабырғамен жаңағы қарсы жатқан гипотенуза қатынасы дедік. Демек бізде косинус альфа дейік. Косинус альфа ол бізде x-тің неге 1-ге қатынасында болады. Демек ол бізде x-ті береді. Значит, x ол бізде косинус альфа береді екен. Косинус альфа береді екен. Сонда бізде қабылдайтыны m1 нүктесі дейтін болсақ, m нүктесі x-ке бізде кімді қабылдайды? Косинус альфаны қабылдайды. Ал y-ке бізде синус альфаны қабылдайды екенбіз. Ал енді дәл осылай біз қазір тангенс пен котангенс тапсақ болады. Тангенс пен котангенс дәл жаңағыдай қатынастарға саламыз. Бізде тангенс альфа ол қарсы жатқан катеттің, яғни қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы еді. Демек, ол бізде y-тің
неге x-ке қатынаса тең болады. Немесе осы жерден жаза аламыз, біз бағана y-ді айттық қой, неге тең деп, синус альфаға тең дедік. Демек тангенс альфамыз онда синус альфа бөлінген косинус альфаға тең болады екен. Ал енді біз котангенс альфаны дәл осылай өрнектей аламыз. Котангенс альфа дегеніміз ол бізде іргелес жатқан катеттің қарама жатқан катетке, қарсы жатқан катетке қатынасы. Демек ол x-тің y-ге қатынасына тең болады. Демек ол бізде косинус альфаның синус альфаға қатынасына тең болады екен. Демек осы жерде біз тангенс альфа мен котангенс альфаның көбейтіндісін де шығара аламыз. Ол бізде көбейтсек бір-бірінен қысқарып не қалады? Тек бір ғана қалады. Мына бір, бұл бізде бір не деп қабылдасаңыздар болады. Айтсам одан бір тұрақты формула ретінде, негізгі формулалар ретінде. Енді бізде өте маңыздысы тригонометрияны тригонометриялық кестесіз болмайды. Тригонометриялық кестені біз міндетті түрде білуіміз керек. Әйтпесе біз тригонометрияны былай айтқанда шығара алмаймыз. Енді бұны былай айтқанда негізі жаттауымыз керек. Басқа амал жоқ дегендей ғой. Немесе бағанағы бізде градусты радианды градусқа айналдыратын формулаларды білсек, ол да жақсы. Сол формулалар арқылы қазір біз әрбір бұрыштарды өрнектеп шығайық. Бұл жерде радиандық өлшем неге тең болады? Нөлді көбейтіп жіберсек, нөлдің өзіне тең болады. Ал мен бірден жазып өтемін, қазір пи бөлінген 6-ға тең болады. 45 градусымыз пи бөлінген 4-ге тең болады. 60 градусымыз пи бөлінген 3-ге тең болады. 90 градусымыз неге тең болады? Пи бөлінген 2-ге. 180 градусымыз демек неге тең? Пиға тең. Ал енді 270 градусымыз ол бізде 3 пи бөлінген 2-ге тең. Ал 360 дегеніміз 2 пиға тең болады. Пи деп отырғанымыз бұл бізде 180 градусты құратын болса, бұл жалпы барлығы осылай жинап кетеді. Ал енді синус альфаға келетін болсақ, синус x-тің өлшемдерін айтатын болсақ, бұнда мен бірден жазып өте берейін. Бірақ негізі бұның әрбірін жаңағыдай тік бұрышты үш бұрыштарға салып, сол жақта өрнектеп те шығарсақ болады. Бірақ ол бізде біраз уақыт алады, яғни бірден жазып сіздер негізі бұны сутін түсінсеңіздер болды негізі. Яғни мына жерде 0-де 0-ге тең болады бізде. Ал 30 градуста бізде синусымыз 2-ден 1-ге тең болады. 45 градуста турасы 2 бөлінген 2-ге тең болады. 60 градуста бізде неге болады? Турасы 3 бөлінген 2-ге тең болады. 90 градуста 1-ге тең болады. 180 градуста 0-ге, 270-те минус 1-ге, 360-та 0-ге тең болады деген синусымыз. Ал енді косинус альфа, косинус x-міз деймін. Косинус x-ке бізде 0 градуста 1-ге тең болады. Бұны қазір түсіндіремін не үшін екенін. Одан кейін 30 градуста турасы 3 бөлінген 2-ге тең болады. 45 градуста турасы 2 бөлінген 2-ге тең болады. 60 градуста 1 бөлінген 2-ге, 90 градуста 0-ге, 180 градуста минус 1-ге, 270 градуста 0-ге, 360 градуста 1-ге тең болады екен. Яғни қарап отырсаңыздар, негізі байқасаңыздар, синус пен косинус бір-біріне кері кетіп жатыр. Бұны да негізі андай түсіндіретіндер бар. Яғни 0, 1, 2, 3 өсу ретімен оларды 2-ге бөліп, одан түп арасына салып дегендей. Олай да негізі жасауға болады. Енді одан кейін тангенс альфаны айтатын болсақ, тангенс альфа айттық қой бағана, синус альфаның косинус альфаға қатынасы. Яғни синус альфаның косинус альфаға қатынасы мына жерде бізде нені береді? 0-ді береді, 0. Ал енді 30 градуста турасы 3 бөлінген 3-ге тең болады. 45 градуста 1-ге тең болады екен. Ал 60 градуста бізге турасы 3-ге тең болады. Яғни мына жерде бір-біріне қатынасын алсақ, қазір турасы 3 бөлінген 2-нің 2-ден 1-ге қатынасы, ол бізде турасы 3-ні өзін береді. Ал енді бұл жерде 90 градуста тангенс x анықталмаған. Себебі біз синус x-ті косинус x-ке қатынасын алсақ, бұл 1-дің 0-ге қатынасы, яғни санды 0-ге бөлуге болмайды. Сол себепті бұл жерде анықталмаған айтамыз. Ал 180 градуста неге тең болады екен? 0-ге тең болады. 270 градуста тағы да анықталмайды. 360 градуста 0-ге тең болады. Енді біз котангенске келетін болсақ, котангенс бізде дәл солай, яғни косинустың синусқа қатынасы болды. Ол бізде біріншісінде не болады? Анықталмайды. Екіншісі бізде 30 градусымыз турасы 3-ге тең болады, 45 градусымыз 1-ге тең болады, ал 60 градусымыз турасы 3 бөлінген 3-ге тең болады, 90 градуста 0-ге тең болады, 180 градуста бізде анықталмайды. Себебі неліктен?
минус 1-ді біз нөлге ала алмаймыз қатынасты. Ал 270 градуста ол бізде нөлге тең болады, ал 360 градуста анықталмайды. Демек, көріп отырғандарыңыздай, бізде тригонометриялық кесте дәл осылай болады. Бұл кестені негізі алдағы уақытта есептер шығару үшін жаттап алған дұрыс бірден, тіпті автоматты түрде есте тұратындай болу керекпіз бұл кесте. Одан кейін бағанағыдай айтып өткенім, неліктен бізде көрдік қой мына жерде косинус альфа неліктен бірінші 0 градуста 1-ге тең болып тұр. Мұны біз мына кесте арқылы түсіндіргеніміз дұрыс болатын сияқты. Мына шеңбер арқылы, бірлік шеңбер арқылы. Мына жерде біз бірлік шеңбердің несін жазып көрейікші. Мысалы, қазір бірлік шеңбердің координатасын жазып көрейік қазір. Яғни бұл жерде бірлік шеңбердің координатасында бұл нүкте неге тең болады? Менде 1 ғой. X өсім бойынша 1-ге тең болып тұр, яғни мынау. Ал Y өсімде ол яғни 0-ге тең. Y координатасы. Демек, біз X өсін қабылдайтыны, және бұл жерде бізде 0 градус. X өсін бізде кім қабылдайды? Яғни косинус қабылдайды. Косинус. Яғни мынаны косинус қабылдағандықтан бұл жерде косинус альфамыз, косинус X-іміз неге тең болады? 1-ге тең болады. Осы жерде 1-ден басталады екен. Өте оңай осылай. Енді бұл жерде сіздерге бір ескертпе бар. Жаңағыдай тік бұрышты үшбұрышта 30 градустық бұрышқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Бұл әрқашанда солай. Яғни біз үшбұрышымыз мына үшбұрышымыз не болып кетті біздің. Қазір басына салып жіберейін. Бір үшбұрыш осылай, тік бұрышты үшбұрыш, тік бұрышты үшбұрыш. Мына бұрышы бізде 30 градусқа тең болсын. Мына градуста бізде 2-ден 1-ге тең болсын. Мына бізде 30 градуста 3 бөлінген 2-ге тең болады. Демек, Пифагор бойынша мына жеріміз неге тең болады? Яғни 1-ге тең болады. Яғни қарайтын болсақ, бұл 30 градусқа қарсы жатқан катет әрқашанда гипотенузаның жартысына тең болады. Бұл яғни өзгермейтін заңдылық. Ал енді осы жерде бір тағы да қосып өтейік. Ал 60 градусқа қарсы жатқан катеті, ол бізде 30 градусқа қарсы жатқан катетіне түбірас 3-ті көбейтсек, осы шығар екен. Бұны бір қосымша мәлімет ретінде айтып өттім. Енді бұл жерде мен ширектерді бір түсіндіргім келіп отыр. Ширектердің жалпы ширектердегі синус альфа, косинус альфа, тангенс, котангенс альфалардың қабылдайтын мәндері, яғни қабылдайтын таңбалары дегендей. Бізде синус альфа айттық, бұл бізде ордината өсі деп. Ордината өсінде ол яғни Y-тің қабылдайтын мәндерін қабылдайды. Демек ол бізде жоғары бөлігі не болады? Әрқашанда плюс болады, таңбалары. Яқтан 1, 2, 3 деп кетеді, яқтан минус 1. Демек асты не болады? Бізде минус болады. Косинус альфа бізде X өсі деп айттық. X өсінікі, яғни 10 жақ бөлігі X өсі мына ғой бізде. Мына жағы бізде плюс, мына жақ минус. Не болады, значит, минус. Яғни бірінші ширек, екінші ширек, үшінші, төртінші ширектер көріп отырғандарыңыздай. Одан кейін бізде тангенс пен котангенс бір-біріне тең болады. Бұл бізде плюс болады, минус болады, плюс, минус. Дәл солай бізде котангенс плюс, минус, плюс, плюс деп жеріппін мына жерде. Минус, плюс, бұл вертикаль бір-біріне ұқсап тұр. Яғни бұл жерде тағы да тангенс альфа, котангенс альфа, яғни косинус пен синуста болдық, тангенс пен котангенс, ол түсіндірсек, яғни бірінші ширекте плюстің, тангенс альфа мысалы плюстің плюске қатынасы не береді? Плюсті береді. Екінші ширекте бізде плюстің минуске қатынасы не береді? Минусті береді. Дәл осылайдан басқа ширектерді тауып алсақ болады. Осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Тригонометриялық негіздер егер де түсінікті болса, астына комментарий жазып лайк басып кетейік. Сау саламат болыңыздар.